Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бұл видеода 7-ші сыныптың химия пәнінен 2-ші тоқсанға арналған номер БЖО-2-ні орындайтын боламыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ендеше тапсырмаларды орындап бастайық. Бірінші тапсырма: берілген элементтерді металл және бейметалға жіктеңіз. Бұл тапсырма өте оңай. Периодтық кестеге қарап металл және бейметалға жіктейміз. Калий бізде металл, барий металл, бериллий металл. Аргон ол бейметалл, хлор бейметалл, криптон бейметалл, бор бейметалл, астат және телур кейде металдық, кейде бейметалдық қасиеттерді көрсетеді екен. Екінші тапсырма: сіздерге литий элементінің атом құрылысы берілген. Осы атом құрамындағы бөлшектерді атаңыз. Протон санын, электрон санын, нейтрон санын табатын боламыз. Енді литийді жазайық. Литийдің массасы бізде 7, реттік номері 3. Енді протон санын жазатын болсақ, литийдің реттік номері ол 3-ке тең. Міне протон саны реттік номерге тең дедім. 3 протон. Нейтрон санын есептеу үшін атомдық массадан протон санын алады екенбіз. Сонда атомдық массамыз 7, алу 3 тең 4. 4 нейтрон. Ал электрон саны ол протон санына тең. Протон бізде 3. Сонымен ядроны айналып жүрген 3-еуі электрон, міне қызыл болып тұрған 3-еуі ол протон, көк болып тұрған 4-еуі нейтрон. Үшінші тапсырма: атомның қарапайым бөлшектері бойынша кестені толтырыңыз. Фосфор, оттегі, фтор берілген. Бұл тапсырманы да кестеге қарап оңай орындап тастаймыз. Атомдық масса бізде кестеде берілген. Фосфор 31-ге, оттегі 16-ға, фтор 9-ға тең. Протон санын екінші тапсырмада айтып өткенде реттік номерге тең болады. Протон саны. Фосфордың реттік номері 15 екен. Сол себепті протон саны 15-ке тең болды. Оттегі 8-ге тең, фтор 9-ға тең. Ал нейтрон санын атомдық массадан протон санын алатын боламыз. Сонда біздегі фосфордың нейтронын есептейік. 31 алу 15 тең 16. Енді оттегін есептейік. 16 алу 8 тең 8. Фторды есептейік. 19 алу 9 тең 10. Төртінші тапсырма: изотоптардың қасиеттерін алғаш рет 20-шы ғасырдың басында анықтаған. А бөлімі изотоп терминіне анықтама беріңіз. Изотоптар ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массалар әртүрлі. Бір элемент атомдарының түр өзгерісі. Бұл бөлімі кез келген екі элементтің изотоптарына мысал келтіріңіз. Хлордың бізде 2 изотопы бар, ол атомдық массасы 35-ге және 37-ге тең. Және сутектің 3 изотопы бар, ол протий, дейтерий, тритий. Видео пайдалы болған болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.